Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қайта Сара. Бүгін сіздермен осындай ерекше әрі дәмді болып шығатын фунчуза салатын бірге дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, бірақ та кез келген қонағыңызды абыроймен қарсы шығарып салатындай салат болып шығады. Ал ендеше бірге жасайық. Алдымен етімізді осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Міне видеода көрсетілгендей барлық етімізді турап болғаннан соң жекбас бөлек ыдысымызға етімізді салып аламыз да үстіне 2 ас қасықпен соевой соус құйып араластырып 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Егер де сіздің етіңіз тұздалмаған, яғни маринатталмаған ет болатын болса, азғантай ғана көлемде тұз салып бірге бұқтыратын боламыз. Ендігі кезекте ыдысымыз орташа оттағы ыдыс қойып, оның үстіне сұйық майымызды салып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Шамамен 4-5 минут қуырып болғаннан соң, яғни етіміз осындай күйге енгеннен соң ғана үстіне суымызды құйып, 20 минутқа, яғни етіңіздің пісуіне қарай дымдап бұқтырып қоятын боламыз. Суды қатты көп құйып жіберудің қажеті жоқ, етіміз піссе бізге жеткілікті. Ал ендеше етіміз піскенше басқа заттарымызды да турап дайындап аламыз. Бізге ол үшін 2 осылай жуа қажет болады. Жуаны барынша жұқа әрі майда етіп тураған дұрыс. Және де осындай тәтті бұрышты турап аламыз. Тәтті бұрыштың қызыл түсін пайдалансаңыздар да болады. Бұл түрі де бола береді. Ендігі кезекте осылай 2 сәбізімізді, орташа көлемдегі 2 сәбізімізді үккіштің майдасымен өткізіп аламыз. Міне видеода көрсетіп тұрмын, өте майда болып шығады. Барынша ұзынша етіп үккіштен өткізіңіздер. Енді қайнап тұрған суымызға менде осындай 4 фунчуза салған болатынмын. Қайнап тұрған суымызды үстіне құйып 10 минутқа ғана бұқтырамыз. Піскеннен соң 10 минуттан соң осылай мұздай суға құйып алып, осылай бөліп алатын боламыз. Міне біздің етіміз пісті. Ендігі кезекте піскен етіміздің үстіне жуамызды салып, оның үстіне тәтті бұрышымыздың үстіне сәбізімізді салып, азғантай ғана қатты қорып жіберуге болмайды. Азғантай көлемде ғана, кішкене ғана өлгенде ғана қорып алатын боламыз. Ендігі кезекте сарымсақтарымызды, 3 сарымсағымызды майдалап турасаңыздар да болады, немесе осылай теркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Мен қазір дайын болған түрін сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне осылай болады. Қатты өліп кетудің, қатты қуырудың қажеті жоқ, кішкене ғана қуыратын боламыз. Ал енді дайын болған салмамызды жеке ыдысымызға салып аламыз. Міне дайын салмамызды салып болғаннан соң оның үстіне фунчузамызды салатын боламыз. Ендігі кезекте осылай укропты майдалап турап, оны да барлығын салатын боламыз. Достар, мен қажетті заттардың қанша көлемде кететінін, мөлшерінің барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Міне қиярды да видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турайтын боламыз. Мен қиярының көп болғанын қалаймын, сондықтан орташа көлемдегі 4 қиярды пайдаланған болатынмын. Сіздер 3 немесе 2 қиярды да пайдалана берсеңіздер болады. Қиярларымыздың бәрін осылай ұзынша етіп турап алып, видеода көрсетілгендей барлығын бір ыдысқа жайғастыратын боламыз. Ендігі кезекте осылай бір қызанағымызды да дәл осылай ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Достар, негізі бұл салатқа қызанақты қосу міндетті емес, бірақ та маған қызанақ қосқан ұнайды. Сондықтан сіздер де осы тәсілмен жасап көрсеңіздер болады. Бір қызанақты осылай ұзынша етіп турап, оны да сол ыдысымызға жайғастырып салып алатын боламыз. Ендігі кезекте дәміне қарай осылай 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қара бұрыштан салатын боламыз. Тұзымыз бен бұрышымызды салып болғаннан соң 2 немесе 3 ас қасықпен осылай соевой соус қосатын боламыз. Ендігі кезекте шанышқының көмегімен барлығын бір келкі етіп болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Тұзымыз бен қара бұрышымыз жақсы араласуы қажет болады. Міне достар, мен барлығын біркелкі етіп араластырып болдым. Менің салатым осылай шықты. Айтып кеткенімдей, мен қиярын кішкене көбірек салған болатынмын.
Міне достар, біздің ерекше әрі дәмді салатымыз дайын, өте керемет болады және де өте көп молынан болады. Міне сіздерге көрсетіп тұрмын. Бір отбасыға бір келетін қонақтарыңызды ұялмастан шығарып саласыздар. Ендеше достар, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны міндетті түрде қосып қойыңыздар. Кездескенше!